Қыздар сәлем. Көптен бері мен арнамда жаңадан видеолар болмай кетті. Оның себебі қазір менің қолым босамай жүр. Баламды мен массажға апарып жүрмін. Күнді сағат 3 кезінде апарып, содан келгенше кеш болып кетеді, шаршап. Сонымен жаңадан видео түсірейін десем, көңіл күй болмай, сондай кезеңдер болып жатыр. Сіздерді мен ұмытқан емеспін, видеолар болады менің арнамда. Одан 28-29 мамырлар күні кешегі, яғни біздің Астанада Туман отелінде көрме болды. Жаңағы жас аналарға, болашақ аналарға, аяғы ауыр аналар, яғни соларға арнап көрме болды. Одан кешкі сағат 5-те лотерея ойнатты. Соған дейін біз жүрдік. Мен қызыммен барған болатынмын. Біраз көңіліміз көтеріліп, біраз қыдырып қайтты. Үйде отыра бергенше солай шығып қайтайық деп. 28 мамырда менің балама 6 ай толды. Соған орай мен бикеш саусақтары деп аталады. Мен оны видеоға түсірген болатынмын. Менің арнамда жақын арада болады. Қарап жүріңіздер, оған монтаж істеуге де қолым босамай кетті. Бүгінгі влогты пайдаланып, мен сіздерге бөлмемді шолу жасап көрсетейін. Мінекей, бөлмемен осында, мына жерде шкаф бар, кровать біздің. Мен балам жатыр ана жерде ойнап. Одан кейін баламның кровати ана жерде. И бесік. Бесікті төмен жаңағы ең аяқ жағына қоюға болмайды дейді. Сондықтан арнамда жаңадан видео болады. Қыздар, күтіңіздер. Мен арнамнан алыстамаңыздар. Жаңадан видео күтіңіздер. Сау болыңыздар. Алинур, жаным, менің күнім, айым. И жан.